Сәлеметсіздер ме? Есімім Әлем. Осы каналда мен сіздерге ұйқы безінің қабынуы немесе панкреатитті және оны біртіндеп ретке келтіру жолдары туралы өзіме белгілі болған ақпаратпен бөліскім келеді. Мен бұл ауруға 2020 жылдың қыркүйек айында шалдыққанмын. Содан бері қандай диета ұстанып, бұл туралы не біліп жүргеніммен бөліскім келеді. Ютубта бұл туралы ақпарат көп айтылған, бірақ қалай емделу керек, қалай тамақтанып, өзімізді қалай күту керектігі жөнінде нақты ақпарат жоқ. Сонымен 2020 жылдың қыркүйек айында түнге қарай өте майлы тамақ жеп, түн ортасы қызуым көтеріліп, сұйық үлкен дәретке 3 күнде жүгірген болатынмын. Одан соң ішек қарным ауырып, қабырғаның астыңғы жағы да, арқамнан да, алдымнан да ауырып жүрді. Сол кезде салмағым 50 килограммнан 38 килограммға түсіп кетеді. УЗИ нәтижесі жақсы болып шығады, алайда компьютерлік томография панкреатиттің бар екенін және де созылмалы холецистит, яғни өтімдік кішкене тастардың бар екендігін анықтайды. Бірнеше дәрігерлердің берген емдері көмектеспейді, жазған 5-ші стол диетасын қалай ұстану керек екендігі түсініксіз болды. Қанша уақыт ұстау керек түсініксіз болды. Содан соң жақсы дәрігер-гастроэнтерологты кезіктіріп, ол панкреатиттік эластаза мен капрограммаға анализ тапсыруға жолдама береді. Бұл анализдердің нәтижесінде панкреатиттік эластазының менде өте төмен екені және капрограмма бойынша тамақ қорытылмайтындығы анықталады. Содан соң дәрігердің берген емдік курсын қабылдаймын, ол көмектеседі біршама. Бірақ оның берген емдерін сіздерге айта алмаймын, себебі әрқайсысына беретін әсері әртүрлі. Айта кететінім, бұл ұйқы безін ретке келтіру үшін ең бастысы көп уақыт керек және шыдамдылық. Ал енді маған көмектескен бірнеше кеңеспен бөліскім келеді. Біріншісі, диета ұстаныңыз, бұл деніңіздің саулығына алып келеді. Екіншісі, өз ас мәзіріңіздің күнделігін бастаңыз. Осылайша сіздің ұйқы безіңізге не жағатыны, не жақпайтынын біле аласыз. Бұл өте ыңғайлы және сізге тамақтың ішінен не жақпағанын, не жеп қойдым деп есіңізге түсіріп отырмайсыз. Үшіншісі, ферменттерден бірнеше уақыттан соң бас тартуға ұмтылыңыз. Төртіншісі, күз мезгілінде қабыну күшейеді, сондықтан осы мезгілде сақ болыңыз. Жаз айында ұйқы безіңізге жаққан тағамдар айында мүлде басқа әсер беруі мүмкін. Бесіншісі, ешқашан аш қарынға тәтті тағам жемеңіз. Панкреатит кезінде жеуге болатын банан мен алманы да аш қарынға жеу қауіпті. Аштық сезімін кетіру үшін алдымен сұлы ботқасынан, яғни овсяная каша, 2 қасық ауыз тиіңіз, содан соң жей беріңіз тәттілерді. Алтыншысы, қабыну кезінде тек қана сұлы емес, күріш те өте жақсы көмектеседі. Күріш асқазанның сөлінің қышқылдығын көтермейді. Жетіншісі, әр жаңа тағамды алдымен шай қасықпен татып көріңіз. Егер жағатын болса, келесі күннен бастап ас мәзіріңізге осы тағамды қоса аласыз. Сегізіншісі, тамақты қатты тойып ішпеңіз, себебі бұл да қабынуға алып келуі мүмкін. Тоғызыншысы, тәтті тағамдармен абай болыңыз. Тек қана өзіңіз тексерген, татып көрген тағамды жеңіз. Мысалы, Мария печеньесі, мармелад, ақ зефир. Оныншысы, шикі жемістерден тек қана бананды жеңіз. Алманы піскен, яғни духовкада немесе микроволновкада піскен күйде ғана жеңіз. Басқа жемістерді жаймен татып, байқап көріңіз. 11-шісі, мүлде тыйым салынған тағамдар. Бұл кофе, какао, шоколад, қызанақ, орам жапырақ. 12-шісі, өмірге қуана біліңіз. Барлық аурудың ішкі себептері бар. Ұйқы безі қандағы қантты реттейді. Ұйқы безінде проблема болса, ол адамның өмірден түңіліп, тәтті де жағымды мезеттермен қуанады. Берер кеңестерім әзірге осы. Ендігі кезекте ас мәзірі. Оны 2-ге бөлдім. Бұл аурудың өршуі кезінде және аурудың өршуінен кейін. Аурудың өршуі кезіндегі тағамдар біртіндеп ас мәзіріне қосылу ретімен жазылған. Бұлар: сұлы, буға піскен тауық котлетасы, күріш, асқабақтан жасалған пюре, қою емес шай, арпа ботқасы, яғни пшеничная каша, қарақұмық ботқасы, суға немесе духовкада піскен балық, Мария печеньесі, духовкада немесе микроволновкада піскен алма, ащы тұзды емес ірімшік, соус қосылмаған спагетти, кешу грек жаңғақтары, креветкалар, ақ зефир, компот, жеміс-жидек және ет қосылған балаларға арналған тағамдар, агуша, фрутоняня сияқты, картоп пюресі. Әрмен қарай жағдайым жақсарған сайын қосылған тағамдар: сүзбе, яғни творог, духовкада піскен тауық еті, жидектер, компоттан қалған, запеканкалар әртүрлі, вареники, манты, духовкада піскен картоп, балық котлетасы, ашытылған орамжапырақ, яғни квашеная капуста, балқытылған ірімшік,
жүгері, ақ соус, тәтті бұрыш, тауық филесі және ірімшік қосылған пицца, суши, оның ішінде қуырылған майонез және ащы ингредиенттер қосылған, шұжықтар қосылған болмауы керек. Тағамдарды мен суға, буға пісіргенмін. Микроволновка, духовка, скороварканы қолдануға болады. Егер скороварка болмаса, мантоварка қолданыңыз. Берер кеңестерім әзірге осы. Комментарийге өзіңіз туралы немесе пікірлеріңізді жаза кетіңіз бұл кеңестерім туралы. Егер видеодан көмегі болса, лайк басып, каналға жазылыңыз. Назарларыңызға